Ел синоптиктері су тасу қаупі жоғары өңірлерді атады. Биыл Қазақстанның солтүстік, орталық және шығыс бөлігінде қар қалың түскендіктен Шығыс Қазақстан, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстарында судың жайылу мүмкіндігі жоғары. Ал өткен жылы Қызыл судан әбігерге түскен қарағандылықтар үшін айтарлықтай қауіп жоқ. Дегенмен Нұра мен Кеңгір өзендері арнасынан асуы мүмкін. Мамандарды Жайық өзеніндегі жағдай алаңдатып отыр. Бұл жайында бізге Қазгидрометтің өкілі Қуаныш Шақабаев былай деп түсіндірді. Қардың айтарлықтай қоры Ресей аумағындағы Жайық өзенінің жоғары ағысында жиналған. Өткен жылы Жайық өзенінің және Батыс Қазақстан облысы өзендері үшін айрықша су аз кезең болады. Осы жылы бұл өзендерде су мол болады. Шаған, Чежа, Екі, Утва, Өлеңті өзендерінде. Ақтөбе облысы Темір, Ор өзендерінде су тасуы мүмкін.